сәлеметсіздер ме? Қазір көптеген сұрақтар мына осы сиқырлы бальзамдарды кішкентай балаларға беруге болады ма деген. Осы сұрақтар көп келіп жатыр маған. Неге болмасқа? Алдындағы видеоларда бәрін түсіндіріп айтқан болатынмын. Біз мына өмірге келгенде анамыздың қарнына қанша паразиттермен қосып береміз. Біз ананың қарнында дамып жатқан кезде ананың ішіп жегені, ананың жаңа қаны, ананың питаниесімен іште біз дамимыз ғой, біз басқа жерден алмаймыз ғой. Сол кезде бізде уже ағзамызда паразиттер, сол кезде ананың қандай анада аурулар болды, солай өтеді. 70% анадан балаға өтеді. Біз туылғаннан бастап бізде уже не үшін гипоксия, жаңадай черепное давление болады. Не үшін олар болады? Потому что анадан передается. Анада бар болған болса, ол черепное давление бактері өтеді. Бірақ олар емделмейді деген сөз емес, оның барлығы емделеді. Сіздің неге баланың өмірге келе салысымен ағзасы оны емдеп тастамайды, өзінің организмімен күресіп, вирусты осындай ауруларды күресіп жеңіп тастаймайды. Потому что бала туған кезде иммунитет болмайды ода, ол әлсіз болады. Ол өсе келе иммунитетті жинайды. Ол қалай жинайды? Бірінші ананың үстінен береді, екіншіден сіздің берген витаминдерден. Осы именно сиқырлы бальзамдар, осы нано бальзамдарды істеп балдарыңызға туылғаннан бастап беретін болсаңыз, вот, пожалуйста, сіз сразу иммунитетін көтересіз баланы. Сол кезде балаңыз кез келген аурумен күресе алады. Баланың ағзасы күреседі, иммунитет күреседі. Қазір мысалға не үшін көптеген балдарда типі аутизм, зоопария, сондай үлкен аурулармен өмірге келіп жатыр. Даунер, олар генетический заболевание емес, олар не передается. Просто ананың қарында жатқан кезде ананың питаниесі дұрыс болмаған, ішкісі келген жеп шамаған, уақытылы ұйқы, уақытылы демалыс жоқ, нерв, стресс, соның бәрі даже ананың аяғы ауыр кезде кішкене шынар нервтаны переживать етіп, бір нәрсені уайымдап жүрген кезде ол балаға түседі. Барлық нәрсе балаға өтеді. Сол кезде іштен матка жиылады. Бала деген матканың ішінде жатады ғой. Вот сол кезде уже балаға ауа жетпейді, басына ауа жетпейді, кислородный голодание, гипоксия, олардың барлығы сол ананың қарнында жатқан кезде пайда болады. Сондай болмау үшін негізі аяғың ауыр, уже аяғың ауыр дегеннен бастап бальзамдар ішкен дұрыс, чтобы ертең баланы сау болып, еш жері ауырмай, жақсы развитиесі жақсы болып, тісі шыққанда іші үлкейіп, жаңағыдай температура көтеріліп, бала ауырмай мазасызданбау үшін сіз, пожалуйста, сіз аяғыңыз ауыр болған кезден бастап ішуіңіз керексіз. Содан кейін балаңызға туылғаннан бастап беріп керексіз. Не үшін бала сразу туылғаннан даже ананың үстін емгенде колики болады. Не только что басқа нәрсе берген, даже ананың үстінен колики болады. Потому что оның ішектері дамымаған. Ол әлі жеп қой ішектері дамымаған. Оның баланың ішінде колики болмау үшін осы бальзамдар туылғаннан бастап берсеңіз, ішектерді дұрыс переварить еткенде сүттің анадыңды балада колики болмау үшін, ешқандай ішке су түспеу үшін бальзамдар өте жақсы көмектеседі. Іштегі әрбір орган дұрыс даму үшін, мысалы көптеген балаларға жаңағыдай киста болып жатады, почкасында, құдай сақтасын. Олар туылмастан асқазанда проблема, хотя олар асқазан дамымай өмірге келеді. Өмірге келгенде асқазанда кішкентай ғана болады. Сол кезде сіздер осы бальзамдарды берсеңіздер, барлық орган тез дамып, жақсы бала жақсы керемет развитиесі өте керемет, еш жері ауырмай жақсы өсетін.